Өзіңізді тыңдата біліңіз. Мінездің сендіру құралына айналуы. Адам өмірінен келтірілген дәйектер сөзбен айтылған дәйектерге қарағанда салмақты. Цицерон айтқандай, аудиторияның зерек болғанын тып-тыныш отырып, сізге еш нәрсе лақтырмағанын қалайсыз. Одан бөлек олардың мұқият болғанын, әр сөзіңізді құлақ түріп тыңдағанын қалайсыз. Ең бастысы, олар сізді жақсы көріп сенуі керек. Осы үшеуі мінезге сүйенген дәлелді талап етеді. Бұл тарауда этос техникаларын тереңінен қарастырамыз. Аристотельдің айтуынша адамдар ой-пікіріңізге, сондай-ақ туа бітті мейірімділігіңізге сенуі керек. Сізді тамаша адам деп ойлауы ықтимал, алайда өздерін жардан құлатуға апара жатыр деп ойласа, соңыңыздан ермейді. Сымбатты ақымақтардан жаман көшбасшы шығады. Аудитория сізді жөні түзу адам ретінде көріп, оларды пасық мақсатта пайдаланып кетпейтін жақсы адам деп есептеуі керек. Осының бәрі Аристотельдің сенімді этосының негізгі үш қасиетіне келіп тіреледі. Адамгершілік немесе себеп, аудитория құндылықтарыңыз ортақ екеніне сенеді. Практикалық даналық немесе шеберлік, кез келген жағдайда не істеу керегін білетін сияқтысыз. Мейірбандық. Бұл бір нәрсеге қызықпау дегенде емес, әділетсіздіктің болмауын білдіреді. Жеке басыңыздың емес, аудиторияның ғана мүддесін ойлап, оған адал ниет танытасыз. Мені не айтып тұрғанын білетін және жалғыз қалауы сізді сенімді көрсетуге тырысатын жақсы адам ретінде қабылдайсыз деп болжам жасап, мінез құлықтың осы үш қасиетіне жақынырақ қарайық. Біз адамгершілік деп аталатын ерекше, жоғары субъективті қасиеттен бастаймыз. Шынын айту керек, иланымды адамгершілік әке мен ананың немесе Мұса мен Ибрахимнің адамгершілігінен өзгерек. Джанет Джексонның мінсіз адамгершілігі. Адамгершілігі бар әйелді қалай анықтайсыз? Тек біреу адамгершілік пен әйел дегенді бір сөйлемде қолданған жағдайда ғана, күйеуі мен балаларына беріле адал болу ма? Бұзылмайтын пәктік пе? Күнделікті әңгімеде адамгершілік сөзін жиі естімейтініңізге таңғалуға болмайды. Қазір бір жағынан адамгершілігі бар адам деген. Әй досым, кімді адамгершілігі мол деп айтасың? Бұл сөз әлсіздік пен тәуелділікті білдіреді, яғни нәзіктік туралы сексистің идеясы. Алайда риторикалық терминдерде адамгершілікке қатысты осыдан басқа мағыналардың барлығы бар. Ол пікірталаста үлкен рөл атқарады. Біз тек осы терминді қолдануға үлкен рөл атқарады. Біз тек осы терминді қолданудан қашамыз. Оның орнына құндылықтар жайында әңгімелесеміз. Себебі топтың құндылығын қолдайтын адамның риторикалық адамгершілігі бар. Сенімді адамгершіліктің мұндай түрі жан тазалығы мен ғаламдық мейірімді талап етпейді. Тіпті жүрегіңіз дұрыс деп тапқанды істемесеңіз де болады. Жай ғана дұрыс бағалауды, яғни аудиторияның бағалауында көзге түссеңіз болғаны. Иса Масихтікі таза табиғи адамгершілік болса, Юлий Цезарьдің адамгершілігі нақты риторикалық болды. Әр адамның аудиториясы оларды адамгершілігі мол жандар деп есептеді. Маған адамгершілікті себеп деп атаған ұнайды. Өйткені адамгершілігі бар адам өзінен үлкендеу нәрсені ұстанады. Адамгершілік асыл тұқымды Полиден гөрі Нельсон Манделаға көбірек келеді. Бұл топтың яки ұлттың құндылықтарын жүзеге асыру дегенді білдіреді. Я болмаса, риторика жайында айтып жатқандықтан жүзеге асырып жатқандай болады. Бұл көне айла. Гректер осы тақырыпты әр түрлі етіп түрлендірген. Дәл осы жерде құндылықтар пікірталас тақырыбы емес, келісім дәлелі ретінде этос құралына айналады. Құндылықтар аудиториядан аудиторияға ауысып отырады. Мысалы, поп мәдениет, жас көріну, ақша, сұлулық пен сымбатты мүсін, үздік жаттығу залдары мен хирургты жақсы көреді. Солардың арқасында Джанет Джексон жанкүйерлері үшін адамгершілік үлгісі саналады.
Ол аудиториясының аясы кеңейіп, супербоул кезінде жалаңаш анарын жақтырмағандар саны артқан кезде өзінің адамгершілігінен айырылды. Бір отбасының мүшелері адамгершілік туралы әртүрлі ойлайды. Бірнеше жыл бұрын отбасылық сапарға шыққанда қызым Дороти осыны дәлелдеді. Соқпаққа түсетін орман жолын таяуда жауған нөсер шайып, онсыз да ұзақ жолды 2 мильге ұзартып жіберіпті. Қызым жайлылық пен сезімді бәрінен де жоғары бағалайды. Ал Джордж екеуміз мағынасыз тапсырманы шешу оның құндылықтарын аяқ асты етеді деп ойлаймыз. Жұбайым қызым Доротиді жақтайды, бірақ өзіне ұнағандықтан ғана сапарға шығады. Біз жаңбыр шайып кеткен жолдан бұрылуды дауысқа салдық. Қызым Дороти жеңіліп қалды. Көлігімізге 1 миль қалғанда 12 жастан еркін өскен қыздар секілді кербезденіп келе жатып, ол кенет алға қарай жүгірді де бұрылыстан бұрылып көзден ғайып болды. Ол мұны істемеу керегін біледі. Жұбайым Дороти 1 миль ғана ғой, оның отбасыға деген сезімі ерекше бағытты түзу. Егер сен алға жүгіріп кетсең, мен уайымдар едім. Өте күлкілі. Оның жаңбыр күртешесі менің арқамда, ал ол жауынға малмандай болды. Енді біз жеткенше көлік тұрағында жаурап тұрады. Өзіне де сол керек. Жұбайым Дороти, олай емес. Неге? Жұбайым Дороти, қызыңда көліктің кілті бар. Жарты сағаттан кейін жеткенімізде қызым Дороти көліктің ішінде стерео жүйені қосып алып, мәз болып отыр екен. Терезені тақылдаттым. Көңілін көтеру аяқталды, есікті аш. Қызым Дороти әуенді қосыла шырқап, кешірім сұраңыз. Кешір? Сен өзі менің кешір деп айтқанымды көріп, көліктің есігін ашты. Бәлкім осы дұрыс болған шығар. Кешірім сұрау арқылы мен риторикалық таяққа сүйенген дәлелді қолданбай, оған есікті ашқызып ішке кірдік. Оны сендірудің басқа амалы болмады. Оның адамгершілігін білмегендіктен мен илана алмадым. Оның ойынша менікі қате болды. Отбасылар онсыз да жетісіп тұрған жоқ. Құндылықтар әртүрлі болған кезде басқа топтың мінез құлқы шектен асқандай көрінуі мүмкін. Өкілдер палатасы хатшысымен көңіл көтеріп, ол жайында өтірік айтқаны үшін ғана Билл Клинтонға импичмент жариялағанда еуропалықтар түк түсінбей қалған. Импичмент тыңдалымының қарсаңында Франсуа Миттеранның әйелі мен көңілдесі Францияның бұрынғы президентін жерлеу рәсіміне бірге қатысқан. Француздар америкалықтардың не үшін көшбасшыларының сексуалды адалдығын талап еткенін түсіне алмады. Француздар үшін махаббат хикаясы еркектің этосына күш қосады, ал көңілдес туралы өтірік айту ардың ісі. Басқаша айтқанда, сіз үшін этикаға сай көрінген нәрсе өзге адамның этносына зиян келтіруі мүмкін. Белгілі бір аудитория үшін риторикалық адамгершілікті дамыту қиын емес. Мен сізге бірнеше идея айтамын, бірақ бастысы өзіңіздің оларды құндылықтарының үлгісіне айналдыру. Жақсы адам болып көрінгіңіз келеді. Олардың көзінше жақсы болғыңыз келеді. Ең сұмдық Америка техникасы өзіңіз істеген барлық жақсы нәрсені айтып мақтану. Я болмаса, біреуден сізді мақтауын өтінуіңізге болады. Айқын кемшілікті тауып жанашыр бола аласыз. Я болмаса, бұрыс бағытқа кетсеңіз, қайта орын ауыстыруыңызға болады. Мақтану қандай керемет екеніңізді көрсетудің ең оңай әдісі болғанымен, бұл үнемі үдеден шыға бермейді. Әйүптің кітабында Құдайдың өзі мақтанып жақсылыққа кенелді ғой. Сайтан бақытсыздыққа ұшыраса, жер бетіндегі ең құрметті адамның өзі Құдайдың атын қарғар еді деп бәстігеді. Бәстесейік деп Әйүптің сиыры мен есегін құртып, 10 баласын өлтірген Құдай сайтанға осынша қиындықты көре тұра Құдайды мадақтаудан танбаған Әйүптің басынан бақай шағына дейін жара қаптатуға рұқсат етеді. Бір уақытта Әйүп көкке қарап айғайлайды. Әйүп, мен неліктен жазалап жатырсың? Ең болмаса жағдайымды айтып,
Шағымдануға рұқсат ет. Егер солай істесең, мына өлім мен ауруды тоқтатуың керек. Мүмкін бұл тері ауруымен ауыратын адам айтқан ең батыл нәрсе шығар. Содан кейін қайдан шыққанын белгісіз, құйын пайда болып, Құдайдың даусымен сөйлейді. Маған мынаған жауап берші. Мен жерді жаратқанда сен қайда болдың? Сен көкті басқара аласың ба? Китті кім жаратты деп ойлайсың? Менімен пікір таластыратындай көп білемін дегенді қайдан шығардың? Әйюб бірден сөзден тосылады. Құдайдың этосына араласа алмайсыз. Жаратушының мейірімділігі шексіз. Шын мәнінде ол адамдардың адамгершілігін құрайды. Алайда Құдай болу бақытына ие болмасаңыз, немесе ең болмаса Құрама Штаттардың алдында сөз сөйлейтін шамаңыз болмаса, онда түйіндемеңізді оқу этосты нығайтудың ең тиімді жолы емес. Аристотель мінезге сілтеме жасау жеке мақтануыңыздан асып түседі деген. Джон Маккейн Барак Обамамен қатар президенттікке үміткер болған кезде тұтқын ретінде Вьетнамда жасаған ерлігі туралы сирек айтқан, бірақ басқалар оны білетін дәл осылай жасөспірім баласын дегеніне көндіргісі келген ерлі-зайыпты да өзара күшті этосқа ие болады. Біреу басқаның адамгершілігі жайында айтсын. Әкесі, даусын бассам қарсы емессің бе? Баласы, өмірі өзім қалаған музыканы тыңдатпайсыз ғой. Анасы, осы стереожүйені саған әкең сыйлады емес пе? Содан кейін тактикалық кемшілік бар. Аудиторияның құндылықтарын ұстанатыныңызды көрсететін қандай да бір дефектіні анықтаңыз. Джордж Вашингтон осы амалдың хас шебері болған. Революциялық соғыстың соңында оның офицерлері континентальдық конгрестің жалақы төлеуді кідірткеніне наразылық танытты және бүлік шығарамыз деп қорқытты. Вашингтон кездесуге өкініп, жалақыны тез арада төлеуге кепілдік беретін конгрестің қарарымен келді. Ол құжатты қалтасынан шығарып, көзілдірігімен әуре болып кетті. Вашингтон, кешіріңіздер мырзалар, еліме қызмет етемін деп көзім бұлдырап кетті. Адамдар еңіреп жылап, көсемге адал боламыз деп ант су ішті. Бұл сондай сезімге толы сәт болды. Әрі бұл Джордж Вашингтон болды. Құрып кеткір. Офицерлері оны Құдайдай және Цезардай көрді. Елдің әкесі бола алмасаңыз да, қателіктен сабақ алу үшін осы техниканы қолдануыңызға болады. Қатеңізді ізгі бір іске теліп, мұны тактикалық кемшілікке айналдырыңыз. Бір немесе 2 ондық санға жаңылысқаныңызды тексеру үшін кеңседегі барлық адамға жадынама жібердім деп елестетіп көріңіз. Сіз, менің қателігім, мен оны кешке жаздым және фактілерді тексеру үшін басқаларды оятқым келмеді. Әрине, бұл стратегия өзге қызметкерлердің сізге деген көңілін суытуы ықтимал, бірақ ол әсершіл бастыққа әсер етуі мүмкін. Сондай-ақ бұл позицияңызды өзгерту дегенді білдірсе де, аудиторияның қалауын шын жүректен қолдай отырып, арыңызды тазалай аласыз. Бұл техника күрделі, сол себепті оны мұқият қолдануыңыз керек. Жалқау сияқты көрінбес үшін, оппоненттің немесе ең дұрысы аудиторияның өзінің сізге сенбей тұрған кез келген адамның өзін сендіріп жіберетіндей жаңа ақпарат немесе сенімді логика ұсынғанын ортаға салыңыз. Осындай шешілмейтін себептерге байланысты бұрынғы пікіріңізді ұстанатындар енді қисынсыз. Әйтпесе бұдан мүлт кетсеңіз, онда осы уақытқа дейін жаңа ұстанымыңызды ұстап келгендей кейіп таныттыңыз. Джордж Буш ішкі қауіпсіздік министрлігіне қарсы күреске біртіндеп көшті де, кейін оның сөзін сөйлей бастады. Өйткені тығырыққа тірелді. Ол ешқашан кешірім сұрамады, ешқашан артқа қарамады және оны жалқау деп атаған адамдар аз болды. Қызым орта мектепте оқып жүргенде бір тараптан екінші тарапқа ауысу техникасын, шебер нұсқасын қолданды. Достары оны ересектердің қатысуынсыз өтетін кешке шақырды. Басқа ата-аналарға хабарласып, өзін кешке жібермей қоятынымызды түсінген қызым Дороти көңілімізден шығуға тырысты, яғни өзін риторикалық құрбан етіп көрсетті. Қызым Дороти мені осы демалысқа үлкен кешке шақырды. Мен қайда? Қызым Дороти, бір баланың үйіне, бірақ мен бармаймын деп шештім. Ата-анасы үйінде болмайды екен. Түрі сондай салмақты, ішімдік қоятын шығар. Қызым
Leave It or Beef фильмін көрмегені шығар десе де тура Эдди Хаскел секілді қулық жасады. Қулығын біліп қойсам да қызыма тәнті болдым. Оның адамгершілігі көз алдымда көтеріліп кетті.